Баршаңызға сәлем. Бүгін өте жұқа, үй жағдайында 4 ингредиенттен ғана дайындалатын лаваш дайындаймын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. 200 грамм електен өткен ұнға 1 шай қасық тұз, 100 мл қайнаған су, 10 мл өсімдік майын құйып, араластырып, жұмсақ, серпімді қамыр илейміз. Полиэтилен пакетіне салып, 30 минутқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін қамырды қайтадан илеп, 6 бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлікті табаның диаметріне қарай максималды жұқа етіп жайып аламыз. Жақсы қызып тұрған құрғақ табаға қамырды салып, екі жағынан пісіріп аламыз. Лаваш жұмсақ болу үшін бірінің үстіне бірін қойып, әр лаваштың бетіне су жағамыз. Және әр кезде пищевой пленкамен тығыздап жауып, және орамалмен жабамыз. Өте жұмсақ үй жағдайындағы лавашымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, комментария жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Әйгерім.